Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Бүгін міне Қабыл досым үйінде керемет бір той болып жатыр. Қабыл, той құтты бола берсін. Мына Мұса баламыз тұғыры биік тұлғалы жігіт болып, елімізге, дінімізге қызмет ететін, қазақтың адал еңбек ететін жігіт болып өсе берсін. Той құтты бола берсін. Баршамызға осындай той жұсты бола берсін. Ассалаумағалейкум. Мынау Қытайдан бастап Еуропаға дейін бір сілкіндірген қазақтың ұрпақтары. Мынау орнында бар оңалар деді ғой. Бірінші дүниежүзілік соғыс пен екінші дүниежүзілік соғыстың арасында қазақтың 80% қырылған екен да. Сол кезде бүкіл әлемдегі сол 20% қалған ұлттың ешқайсысы ел болып, мемлекет болып қалмаған екен. Ал енді Құдайға шүкір деп айтайық, біз әйтеуір өсіп, өніп, көбейіп жатырмыз. Қабыл мынау көп балалы әкесін, Алла тағала осы ұрпақтарыңа керемет болашақ берсін. Біздің көре алмағанымызды, ата-бабамыздың көре алмаған сол ұрпақтарымыз көрсін. Мынау енді мына жерге келіп керемет бір кештің куәсі болып отырмыз. Мен қазір енді ойлап отырмын, бұдан кейін осындай тойлар Алла қаласа хит болады деп. Өйткені біз қазір мынау Қазақстандағы ең тиімді бизнес бұл. Мына тойхана саласы екен да. Тойхана мыж-мыж қып ақшаны біратыла күнделікті санап отыр да. Бүкіл дұға тілектеріміз сол тойханада қап кетіп отыр. Содан олар енді мыңғырып, қазір мысалы Шымкенттегі тойхана бүкіл әлемде жоқ. Ең әдемі, ең керемет, ең зәулім тойханалар біздің Шымкентте. Жетісайда одан қалыспайды да. Сондықтан да мынандай тойханада емес, өзіміздің ауламызда осылай жасасақ керемет болады екен. Мынау жаңағы еуропалық стильдегі бір керемет той сияқты болып өтіп жатыр. Мына жаңағы баяғыда енді ауылда палатканың астында болушы еді, мынау ашық аспанның астында тіптен керемет болады екен да. Сондықтан да мына Алла тағала берекемізден айырмасын. Мына ұрпағымыз біздің болашағымыз. Сондықтан да ұрпағымызға керемет тәрбие беруіміз керек. Олардың болашағы үшін бар қолымыздан келгеніміз жасауымыз керек. Біздің де өз әке-шешелерімізге айтатын алғысымыз, осындағы үлкендерге алғысымыз шексіз. Сіздерге рахмет. Бізге жол сілтедіңіздер, жол көрсеттіңіздер, өздеріңіздің әйтеуір бар білгендеріңізді үйреттіңіздер. Бізде Алла қаласа ұрпағымызға жаңа сіздерден келе жатқан жақсы үрдісті жеткіземіз деген ниеттеміз. Алла тағала осы қазақ еліне мәңгілік бақыт, мәңгілік игілік берсін. Ақыреттің күніне дейін тек қана тыныштық, амандық, берекет, ынтымақ болсын. Құдай қаласа. Баяғыда шапалақ болатын еді, қазір білмеймін енді. Ассалаумағалейкум, көпшілік қауым. Мына Қабыл досым той құтты бола берсін. Апа той құтты бола берсін. Мына Мұса баламыз Құдай қаласа өзінен озатын үлкен жігіт бола берсін. Елді басқаратын үлкен азамат болсын. Дені сау болсын. Құдай қаласа сол Мұсаның үйлену тойында да осындай мына сыныптастармен қызмет қолды Алла нәсіп етсін. Мына той қаласа берсін. Не дейміз бұлау? Жақсы сөз, барлығы жақсы тілектер айтып жатыр. Персен қоғанға шалына берсін. Апа той құтты болсын, Құдай қаласа. Той құтты болсын, той қаласа берсін. Қабыл, Перизат той құтты бола берсін. Құдай қаласа бұлар тойларың той қаласа берсін. Құдай қаласа осы шаңыраққа тек той деп келек, Құдай қаласа. Жақсы күндерде керек. Алла тағалам мына отбасыңа береке берсін. Кәсібіңе береке берсін. Әрқашанда мына кластастар болып, сенің қызықшылығыңда, жақсы күндеріңде соған себеп болып бірге өткізіп, қуанышыңды бірге. Сөйтіп тойлап жүре берек. Сен шаңырағына тек той деп келек, денің сау болсын. Той қаласа берсін. Рахмет, тамада сөз бергеніңізге. Абдықали мен сайып тұрадым, сөз қалмады емес сөйлейді. Профессиядан адасқан олар, мұғалім. Не дейміз? Көпшіліктің сөзіне қосыламыз. Мұса баламыз үлкен жігіт болып, мынау Перизатпен
Қабылдың армандаған арманын ойын асырып, іске Құда қаласа армандаған жігіт болып, елдің үлкен қызметкері бола берсін. Көпшілікке қосыламыз. Той құтты болсын. Нөтер 84-тің атынан 2 өтер тайымыз бар еді, соны біз Апа той құтты болсын, Қабыл Перизат тойларың құтты болсын, ұлдарыңның мұсылман болғаны құтты болсын. Құдай қаласа бүгін атқа мінсе, келешекте таққа жегетін азамат, таққа мінетін азамат болсын. Дені сау болсын, тойларыңыз тойға ұласын. Не дейміз, көпшілік қауым. Алдымен баршаңызға сәлем бердім. Құрдас, Перизат, тойларыңыз құтты болсын. Апа, тойларыңыз құтты болсын. Мына биыл атқа міндіріп атқан немерелеріңіз келешекте Қазақстан Республикасын басқаратын азамат болып өсе берсін. Тағы да той құтты болсын, жұғысты болсын. Қабыл жорамыздың тоянысы деп 2 тай әкелдік 84-терден. Тағы мына конвертте тайымыз бар. Құдай қаласа. Той құтты бола берсін. 3 тай болды бе. Өткенде ана ағайындардың арасында көкпар бір күнгізі барып аласын, 6 тай келіп аласын, 6 тайдан басталған. Арасында 8 сүйе болған. Тура сондай болды ғой бұл. Құда қаласа достар, 2 тай, 1 ат. Осының 1 жылқы болды ғой. Шын айтқанда. Так, осы мұра кешіресіздер енді осыны мұра Қабыл айтып еді жаңа маған өтініш жасап еді. Осы достардың ішінде мен жиен қызым бар. Деп еді, атын ұмытып қалдым ғой. Құлпынай, қайсы? Жаным. Апа той құтты болсын, Қабыл Пери той құтты болсын, Мұсаның атқа мінгені құтты болсын. Және осы жерде барлық жақсы тілектерге қосылам, әрқашан жақсылыққа келейік. Тфай, бастарыңа келсін. Бастарыңа келсін. Сіздерде алысқа, хат, жақынға ат жіберіп, 300-дің басын қосып той беру Алла сіздерге де нәсіп етсін. Қолдағы бар алтынның қадірі жоқ дейді екен. Қолдағы бар алтынның қадірі жоқ дейді екен. Оны әйел кісілер жақсы біледі. Өйткені бұл кісілер қолында алтын болса, қолындағы алтынмен қамыр илей салады. Кірді жуа салады. Өтірік емес. Ал бірақ өзінің қолында алтын болмай, біреудің қолында алтынды көрсе, сол алтын менде болса деп армандайды. Рас қой. Мұна тұрғанның бәрі алтындар. Мұна тұрғанның бәрі бриллианттар. Бұдан артық не керек? Бір шапалақ ұрып қояш ағай. Тілек айта ма? Тілегіміз. Құрдасымызға деген жабуымыз бар, апамызға деген жабуымыз бар. Накеншіктер тапсырса. Соғын маған айтса, мен ақ өлтіріп айтып беретін мысалы. Рекламаны өлтіретін ғой мен. Арнайы аяулы анаға деп, сыйлап, қадірлеп, міне сый-сияпатын беріп жатыр. Біздің достар атын, түйесін, биесін беріп жатыр. Ал енді ортаға достар, билікті, той деп болсын, кеттік ортаға. Ал, жібермейді. Barmay bırak